Салем достар, бүгін мен қолымда тек 2000 теңге, сонымен бұл ақшаға қарапайым дүкеннен не алуға болады? Бәрін тексеріп көреміз. Бірге жүрейік, менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін қараңыздар, қызық болады. Сіздерде баға қалай болып тұр, салыстырып көріңіздер. Мен Орал қаласынан боламын, бұл Орал қаласындағы магазиндердің бірі. Гречка. Гречка қайда? Мінекей көріп тұрғандарыңыздай гречканың бағасы 490 теңге екен. Біз гречка аламыз. Ал көрейік 2000 теңге не затқа жетеді екен. Мен қазір тек қана өзіме керекті қажетті заттарды алатын боламын. Соны айтын қараңыздар, бағаларды салыстырып көреміз. Мінекей бізде бағалар манная кашаның бағасы мысалға 549 теңге, 500 теңге аралығында, пшено барлығы осындай аралықта екен. Гречкадан сал. Екеу. Мінекей біз 2 пачка гречка алып алдық. Бізде уже ақша болды. Екеу. Жарайды болды. Кетіп жүр. Көтер алдан. Молодец, шамыз жігіт. Енді қазір тұз аламыз. Тұз. Қайда тұз? Соль. Обычный тұз аламыз. Тұз ала салжан дос. Көріп тұрғандарыңыздай бізде тұздың бағасы 50 теңге екен. Сіздерде қанша болып жатыр? Комментарийға тағы да жазып кетіңіздер. Салочный. Кеттік жүр. Қаш аламыз. 394. Сар болданам. Кеттік. Анатолий, тачканы кеш бар. Ауырып кетіп болды. Біздің керекті заттарымызды алдық. 526 теңгеміз қалған екен. Капуста керек маған. Капустаның килограммы 289 теңгеден екен. Осы бір капустаны өлшетіп қарайық, қанша болады. Үйге нан керек еді, нансыз қайда барамыз, сондықтан тағы бір нан аламыз. Қалғаны 1924 теңге екен, нан есе 200 теңге. Ал достар 2000 теңгеден асып келді. Бірақ бізге нан керек. Кетіп жүріңдер. Так, осымен біздің 2000 теңгеміз жететін сияқты. Қоямыз. Жүр. Ал мінекей біздің 2000 теңгеге не алуға болады дегенде обзор жасадық. Қалай сіздерге бағалар, сіздердің қалада бағалар қандай, жаза кетіңіздер. Бізде мысалға нан 200 теңге. Ал енді осының барлығын қазір есептетуге барамыз. Қанша шықты деп ойлайсыздар? 2000 теңгеден асып кеткен болуы мүмкін. Мінекей достар, чек 2088 теңге болған екен. Барлығы қалай ойлайсыздар? Бағалар қымбат па, арзан ба? Барлығын комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздер қалаларыңызда қалай бағалар, қалай болып жатыр? Қымбаттап жатыр ма, арзан ба сізде? Үйге келіп сіздерге осындай обзор түсіріп қойдым. Бір нан, бір пачка тұз, 2 пачка гречка, және бір капуста алған екенмін. Және де бір пачка
осындай манная круп алған екенмін. Қалай ойлайсыздар, 2000 теңгеге бұл қымбат па, арзан ба? Сіздермен болған Айсұлу, комментарийда сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.